Семей қаласы көлік колледжі, арнайы пәндер оқытушысы Мақсатова Анаргүл Мақсатқызы, пән автокөліктерге пайдаланылатын материалдар, сабақ номері 13, сабақ тақырыбы іштен жану қозғалтқыш майлары маркалары пайдалану аумағы. Сабақтың мақсаты іштен жану қозғалтқыш майлар туралы жалпы мағлұмат алу, пайдалану қасиеттерімен танысу, қозғалтқыш майларының классификациясы және белгіленуін меңгеру. Сабақ жоспары қозғалтқыш майларының ескіруі және жұмыс шарттарын, пайдалану қасиеттерін, қозғалтқыш майларының классификациясы және белгіленуін қарастыру болып табылады. Жалпы қозғалтқыш майларының ескіруінің бірнеше себептері бар. Ол жаңағы май құрамындағы көмірсутектердің физикалық, химиялық өзгеріске түсуі, сонымен қатар жаңағы майдың құрамына механикалық қоспалардың енуі, яғни шаң мен тозаңменен ластануы болып табылады. Майдың ескіруі келесі қиындықтарды тудырады. Олар поршын сақиналарының кокстенуі, клапандар жұмысының кедергісі, клапандардың күйіктенуі, май қабылдағыш насостар, фильтрлер, майлау жүйесі каналдарының өтуі төмендеуі, сонымен қатар бөлшектердің коррозияға ұшырауына алып келеді. Жалпы майлар негізгі май және қоспалардан тұрады. Майдың құрамына қосылатын қоспалар келесі талаптарға сай болуы керек. Ол тұтқырлық температуралық қасиеттері, яғни май сапасының негізгі көрсеткіші. Жуу қасиеттері, қозғалтқышты әртүрлі қалдықтардан тазартады. Антиқышқылдану қасиеті, майдың жарамдылық мерзіміне дейін жұмыс жасауын қамтамасыз етеді. Тозуға қарсы қасиеті, майдың тозуын болдырмайды. Және антикоррозиялық қасиеті, антикоррозиялық қоспалар қорғаныс қабатын түзеді. Қозғалтқыш майларының классификациясы міндетті түрде жоғарыда аталған эксплуатациялық талаптарға сай болуы керек. Біз қарастыратын негізгі классификациялар ол мемлекеттік стандарт, API және SAI классификациялары болып табылады. Мемлекеттік стандартқа келетін болсақ, мемлекеттік стандарттарда майдың белгіленуі 2 индекс арқылы анықталады. Яғни 1 саны болса карбюратор, 2 саны болса дизель. Сонымен қатар тұтқырлығына байланысты 3 классқа бөлінеді. Жаздық, қыстық, сонымен қатар барлық мерзімге арналған. Оны сіздер келесі мысалдарда көресіздер. Яғни мына мысалға назар аударсаңыздар, бұл бізде мемлекеттік стандарт бойынша майдың белгіленуі. М әрпі мотор майы, 8 тұтқырлық класы, В қозғалтқыш күші орташа үдетілген. Яғни қозғалтқыш күші орташа үдетілген, ол бізде жеңіл автокөліктерде қолданылады. Ал екінші мысалда Г әрпі тұр, яғни ол бізде КАМАЗ, яғни жүк автокөліктерінде қолданылса, Г әрпі белгіленеді. Оны мен келесі кестеде көрсетемін. 1 ол бізде карбюратор, 2 дизель автокөліктеріне арналған. К әрпі белгіленіп тұр, ол бізде К дегеніміз арнайы КАМАЗ маркалы автокөліктер екенін көрсетіп тұр. Егер алымында 6, бөлімінде 10 болса, ол бізде әмбебап барлық мезгілге арналған май деген сөз. Яғни ол бізде 3-ші мысалда көрсетілген. 6 санының жанында бізде З әрпі тұр. Яғни ол бізде орыс тілінен аударғанда загущающая присадка. Яғни қоюлатқыш қоспа қосылса, З әрпімен белгіленеді. Бұл бізде мемлекеттік стандарт. 3-ші мысалдағы 6 саны қыстық марканы, ал 10 саны жаздық марканы білдіреді. Алдыңғы мысалдағы В және Г әріптері осы кестеден алынған. Яғни қозғалтқыш күші орташа үдетілген, ол бізде жеңіл автокөліктерде қолданылады, сондықтан В әрпімен белгіленеді. Ал Г әрпі қозғалтқыш күші жоғары үдетілген, яғни жүк автокөліктерінде Г әрпі белгіленеді. Енді келесі классификацияларды қарастыратын болсақ, SAE, яғни Американдық инженерлер қоғамы деген мағынаны білдіреді, және API, Американдық мұнай институты, яғни осы институттардың бекіткен классификациясы бойынша майлардың белгіленуін қарастырамыз. SAE классификациясын қарастыратын болсақ, бұл жерде негізгі
екі классификациядан тұрады. Ол бізде жаздық және қыстық. Яғни жаздық маркаларда тек қана сандар берілсе, қыстық маркада в әрпі қоса беріледі. Яғни W winter деген сөзден алынған. Сонымен қатар қазіргі қолданыстағы майлар барлық мерзімге арналған, яғни екі классификацияны қарастырады. Ол 0-в 40, 10-в 50 және де тағы басқа. API классификациясына келетін болсақ, бұл жерде S әрпі карбюраторлық және C әрпі дизельдік марканы білдіреді. Бұл жердегі ABCD әріптері май сапасының көрсеткіштерін көрсетеді. Кестеге назар аударсаңыздар, SA G300 қозғалтқыш майларының тұтқырлығы берілген. Бірінші бағанда тұтқырлық класы, яғни бірінші бағандағы сандардың барлығы майдың тұтқырлығын білдіреді. 0-ден 25В-ға дейін ол бізде қыстық маркалар, ал 16-дан 60-қа дейін жаздық маркалар болып табылады. Екінші бағанда енді біліктің айналымы берілген. Назар аударсаңыздар, жанында температурасы қоса берілген. Осы бойынша мен келесі ережені сіздерге ұсынамын. Яғни 35 ережесі. Бұл жерде біз енді біліктің қанша градус Цельсий температурада жұмыс жасауын анықтауымызға болады. Яғни 5В 40, 35 саннан 5-ті аламыз. Яғни енді білік айналуы минус 30 градусқа дейін жұмыс жасайды деген мағынаны білдіреді. Екінші, 10В 40, 35-тен 10-ды аламыз, 25, яғни минус 25 градус Цельсийға дейінгі қызмет атқарады. Және де 15В, 35-тен 15-ті аламыз, минус 20 градусқа дейін енді білік айналуы жұмыс жасайды деген мағынаны білдіреді. Яғни 35 ережесі арқылы біз енді білік айналуының температурасын анықтай аламыз. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.